Сәлеметсіздер оқушылар. Біз бүгінгі шығарылымда сіздермен бірге Қазақстан тарих 11-ші сынып тжб талдауларымен бөлісетін боламыз. Жаратылыстану бағытында да, гуманитарлық бағытында да арналған тжб талдаулары. Жалпы балл 30 баллдан тұрады, міне көріп отырмыз. Келесі тапсырмалар біздің 5 тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырмамыз Қырғыз Қайсақ немесе Қырғыз Қайсақ ордаларының және даланың сипаттамасы атты Левшиннің еңбектерінен үзінділерді оқи отырып, сұраққа жауап беріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Мына екі дерекке назар аударамыз. Басты назар аударған болсақ, келесі сұрақтарға көшеміз. Бірінші тапсырмадағы Левшинді қазақ даласының Геродоты деп атау себебіне 3 аргумент келтіріңіз. Екінші сұрақ, ғалымның зерттеулері қаншалықты қазақ тарихына үлес қосты деп ойлайсыз? Дәлел келтіріңіз дейді. Бұған 5 балл беріліп отыр, міне көріп отырмыз. Одан кейін екінші тапсырма А, Б, С дерек көздерін қолданып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Міне А суретін көріп отырмыз, Б суретін көріп отырмыз, және де С дерегіне көріп отырмыз. Міне осы 3 дерекке байланысты мына сұраққа жауап беріңіз дейді. 19 ғасыр және 20 ғасыр басындағы Қазақстан территориясындағы білім беру мекемелерінің дамуындағы 3 өзгерісті анықтаңыз. Одан кейін өзгерістердің себебін жазып, ойыңызды қорытындылаңыз дейді. Жақсы. Одан кейін үшінші тапсырмамыз Қазақстандағы кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтарын анықтаңыз. Міне артықшылықтарға 3 критерий, кемшіліктерге 3 критерий келтіретін боламыз. Төртінші, берілген дереккөзге сүйене отырып, Қазақстан Республикасының білім мен ғылым жүйесін жаңартудың маңызын көрсетіңіз дейді. Мына бағдарламаға назар аударамыз. Осы бағдарламаға қарай отырып, біз мына сұрақтарға жауап береміз. Бағдарламаның негізгі мақсаттарына жетті ме? Мысал келтіріңіз, 2 критерий. Одан кейін өз ұсынысыңызды жазасыз. Міне оған да 2 критерий келтіресіз. Одан кейін экономикаға байланысты өз ұсынысыңыз келтіресіз. Оған да 2 критерий. Одан кейін жастардың бойында отансүйгіштік сезімді жоғары, адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалай дамытуға болады деген сұраққа байланысты 2 ұсыныс жасайсыз. Және де біздің ең соңғы тапсырмамыз болашақ халықаралық білім беру бағдарламасының елді жаңғыртудағы маңыздылығын талдаңыз дейді. Маңыздылығын. Міне осы неге назар аударамыз? Дерек көзге. Одан кейін міне төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Нақты сол уақыт үшін маңызына жауап береміз. Қоғам үшін маңызды, экономика үшін маңызды, саясат үшін маңызды, белгілі бір уақыт аралығынан кейінгі маңызды. Өзіндік пікір. Міне көрдіңіз бе? Жақсы, ендеше біз талдауларымызға көшейік. Бірінші тапсырмамыз. Александр Левшинді қазақ даласының Геродоты деп атау себебін төмендегі үзінділер дәлел. Қырғыз қайсақтар деп еуропалықтар атаған. Атау 2 сөздерден құралады, қырғыз және қайсақ. Тек тоқтала кетейік дегеніміз, орыс тайпаларының ішіндегі казак аталып жүргендер де бар. Бұл атауды олар орта ғасырларда иемденді. Негізгі иесі өздерін қазақ деп жүрген қырғыз қайсақтар. Ал өздері және орыстардан өзге жақын көршілері өздерін қазақ деп атайды. Бұл атпен олар парсылар, бұхарлар, хивалықтарды атайды. 16 және 17 ғасырларда жазбаларымызда қазақ ордалары дегеннен басқа атау кездеспейді. Кейін анықтауыш ретінде қырғыз сөзі қосылды. Сөйтіп қырғыз қазақ, кейін қырғыз қасақ, аяғында қырғыз қайсақ болып аталып кетті. Енді бірінші тапсырмамыздың екінші сұрағы. Қазақтар жөнінде алғашқы монографиялық еңбек жазды. Қырғыз қайсақ немесе қырғыз қайсақ далаларының сипаттамасы атты еңбегінің бірінші бөлімінде қазақ жерінің географиялық сипаттамасы берілген. Екінші бөлімі қазақ халқының тарихына, үшінші бөлімі этнографиясына арналған. Бұл еңбегінде Левшин қазақ деген атауға ғылыми анықтама беруге тырысқан. Қазақ халқының Ресей әкімшілігінен өтуінен бастап 19 ғасырдың басына дейін Орынбор әкімшілігі мен орыстармен арадағы сауда, ресми және саяси қарым-қатынастан көптеген мағлұматтар береді. Міне біз осымен бірінші тапсырманы толық аяқтадық. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмамызда біле білсеңіздер, А, Б, С дерек көздерін пайдалана отырып, сол сұрақтарға жауап беріңіз деген болатын.
Біріншісі, зайырлы мектептің пайда болуы, қолданбалы мектептердің пайда болуы, үшінші білім беру мекемелерінің жүйесін құруы. Себебі, бұл өзгерістер Қазақстанның Ресейге қосылуынан және оның өлкені игеруге деген сұранысының артуынан кейін мүмкін болды. Қорытынды, қазақ жерінде ағарту жұмыстары жүргізіле бастады, жастар білім алуға мүмкіндік алды. Міне осымен біздің екінші тапсырмамыздың жауабы аяқталды. Енді үшінші тапсырмамызға көшейік. Үш артықшылықтарына, үш кемшіліктеріне тоқталып өтетін боламыз. Бірінші, артықшылықтың біріншісі жаппай сауатсыздық жойылды. Екінші, ұлттық білім ордаларының ашылуы, Қазақстан зиялылары қалыптасып, ғылым жолға қойылды. Міне, үш артықшылықтарын осымен бітірдік. Енді кемшіліктеріне тоқталайық. Бірінші, халық шаруашылығында ғылыми техникалық мамандар жетіспеді. Екінші, жоғары оқу орнында қазақ жастары аз оқыды. Үшінші, қазақ тілі жетілдіріле бастады. Міне осымен біз үшінші тапсырмамызды аяқтадық. Енді біз төртінші тапсырмамызға көшейік. Төртінші тапсырмамызда бағдарламаға байланысты болатын. Бағдарлама алдына қойған мақсаттарына жетті ме? Мысал келтіріңіз. Бірінші, мұғалім мәртебесі туралы заң қабылданып өз күшіне енді. Екінші, ауыл мектептерінің материалдық техникалық базасы нығайтылып келе жатыр. Ауыл мен қала жастары арасындағы білім алудағы теңдікті қалай орнатуға болады? Өз ұсынысыңызды жазыңыз. Біріншісі, ауыл мектептеріне жақсы мамандар тарату, мамандарды қолдау мақсатында жарна төлеуді арттыру. Екіншісі, ауыл мектептерінің ғимараттарын жаңғырту, мектептерді ғаламтор желісімен толық қамту. Және де еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды қалай дамытуға болады? Өз ұсынысыңызды жазыңыз дейді. Бірінші, жастарға арналған тиімді жобалардың саны мен сапасын арттыру. Екіншісі, әлеуметтік мәселелерді шешу. Енді жастардың бойында отансүйгіштік сезімді, жоғарғы адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалай дамытуға болады? Ұсынысыңызды жазыңыз. Бірінші, рухани тәрбиені жетілдіру. Екінші, ұлттық құндылықтарды жастар арасында кеңінен насихаттау. Міне осымен біз төртінші тапсырмамызды толық аяқтадық. Енді біз бесінші тапсырмамызға, яғни соңғы тапсырмамызға тоқталайық. Біріншісі, нақты сол уақыт үшін маңызды. Тәуелсіздігімізді одан арғы реформаларды іске асыру және халықаралық сахнада елді лайықты таныстыру үшін жоғары білікті кадрлар қажет болды. Екінші, қоғам үшін маңызды. Алғаш рет бұрынғы кеңес одағының мемлекеттер тарихында дарынды жастарға шетелде білім алуға мүмкіндік ұсынылды. Үшінші, экономика үшін маңызды. Елдің экономикасының басым секторлары үшін кадрларды және мамандарды даярлауға үлкен көмек болды. Саясат үшін маңызды. Тәуелсіз Қазақстанға халықаралық деңгейдегі сапалы білімі бар кәсіби кадрлар өте қажет болды. Төртіншісі, белгілі бір уақыт аралығынан кейінгі маңызды. Ел келешегіне салынған инвестиция бүгінде бағдарламаға қатысушылар қатары 10 мыңнан адамнан асты. Болашақ бағдарламасы еліміздің дамуында зор рөл атқарды. Ең алдымен олар экономика, білім, ғылым, денсаулық сақтау, ұлттық мәдениет, өнер салалары үшінде жаңа кадрлар қажет болды. Енді өзіндік пікір. Бұл бағдарлама сын сағаттағы ең маңызды тарихи шешімдердің бірі болды деп санаймын. Міне балалар, осымен біз 5-ші тапсырманы аяқтадық. Толық осы тжб-ға арналған бүгінгі видео шығарылымымыз осымен аяқталды десек те болады. Оқушылар, сіздерге егер де біздің видеоларымыз, шығарылымдарымыз ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, және комментарийге өз қызығушылықтарыңызды, осы тарихқа деген сұрақтарыңыз болып жатса, қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап береміз. Жақсы, сау болыңыздар.